Бықсып жанған қолымды емес, артымызда шоқ қалсын. Болашақтың ошағында біз тұтатқан от жансын деп, кешегі дін ғылымның атасы деп жырлаған Мұқағали Мақатаев осындай бір қанат сөз қалдырған екен. Бүгін біз кешегі мағжан сенген жастардың бүгінгі шынайы картинасын ашуға тырысамыз. Ассалаумағалейкум. Ұлылық пен кішілікті ұштастырған алталаш. Бүгінгі Шымкент қаласы жастар ресурстық орталығы мен Силкой халықаралық университетінің бірге қолға алған жастардың айтары бар жобасының қонағы Шымкент қаласы ішкі саясат басқармасының басшысы Жанар Бектаева ханым. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Жанар ханым, жалпы сұраққа көшсек. Ішкі саясат деген мәселені, жалпы ішкі саясат деген жұмысты біз қалай түсінуіміз керек? Қалай ұғуымыз керек? Осыдан бастасақ. Дұрыс, өте орынды сұрақ. Жалпы ішкі саясат ұғымын жастар арасында көбісі дұрыс түсінбейді. Жалпы ішкі саясат ұғымы мұнда қалыптасты. Осы тәуелсіздік жылдарға бері 2002 жылдан бастап департамент басында құрылған облыста ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқарма болып, кейіннен оған дін қосылды, қайтадан жастар қосылды, сөйтіп бөлініп қазір осы қалалық деңгейде басқарма қайтадан осы биылғы шілдеден бастап жастар қосылды. Қазіргі басқарманың атауы ішкі саясат және жастар ісі жөніндегі басқармасы. Жалпы ішкі саясат дегеніміз не? Бұл ең біріншіден саясат деген ұғымның өзі қоғам мен билік арасында, халық пен билік арасында қарым-қатынасты орнататын бір жүйені айтамыз. Ішкі саясаттың жұмысы да сол. Халық пен билік арасында қарым-қатынасты орнатуға ең біріншіден әсер ететін не? Біздің биліктің атқарып жатқан жұмыстарын түсіндіру, азаматтық белсенділіктің арттыруы, үкіметтік емес ұйымдарды дамыту, қоғамдағы болып жатқан саяси процестерді халыққа дұрыс жеткізу. Осыдағы ең бірінші көңіл күй халықтың. Осының бәрін байқап отырып, бақылап отыратын және де соған анализ жасайтын, соған алдағы стратегиялық бағыттарды бағыттайтын басқарма осы ішкі саясаттың негізгі міндеті. Сонымен қатар, өздеріңіз байқайсыздар, осы ішкі саясат үкіметтік емес ұйымдармен, бұқаралық ақпарат құралдарымен, бірлестіктермен, қоғамдық ұйымдармен, кәсіподақтармен бірлесе жұмыс істейді. Кез келген қоғамдағы процестер бойынша мемлекеттің атқарып жатқан мемлекеттік бағдарламаларды халыққа жеткізуге тырысады. Оның құралы біздегі ақпараттық саясат дейміз, ол бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жүзеге асады. Ол біздің телеарналарымыз, газеттеріміз, сайттарымыз, радиолар бар. Тағы да қазір мына үлкен ақпараттық алаңға желіге қосылды. Бұл желінің өзінің біліп жатсыздар, қазір оның инстаграмы бар, фейсбугі бар. Әрқайсысының өзінің халыққа ақпарат жеткізуі әдістері әртүрлі. Яғни біздің ақпарат тарату кеңістігіміз кеңейіп келеді. Сондықтан да басқарманың жұмысы да ұлғайып келеді. Қазір басқармаға қарасты ақпараттық орталық, коммуникациялық орталық бар. Жастар орталыққа қарасты қоғамдық келісім, ұлтаралық келісімде ұлтаралық қатынастарды реттеп, олармен жұмыстарды күшейтіп, осылардың барлығына бағыт-бағдар, осы Шымкент қаласының тұрғындарының белсенді болуы, азаматтық позициялардың болуы, одан кейін мемлекеттік бағдарламаларды дұрыс жеткізу, барлығымыздың бір идеямыз сол мемлекетіміздің тәуелсіз Қазақстанның азаматы ретінде белсенділік танытып, алдағы болашақтағы бағдарымызды айқындайтын жастарды тәрбиелеу, осы жолда жұмыстар атқарып жатырмыз. Жақсы. Енді сұрақты жастар орталығынан бастайық. Жақындағыны жалпы жастар үшін өте маңызды мекемелердің бірі болатын жастар орталығын сіздерге ішкі саясат басқармасына қосты. Енді содан бері белгілі бір уақыт өтті. Енді айтыңызшы, сіздің дәл қазіргі көз алдыңыздағы жастар ресурстық орталығының картинасы қандай? Қазіргі таңда жастар орталығының жалпы бұлға шейінгі атқарылып кеткен жұмыстармен басым көпшілігі таныспыз, өйткені барлығымыз бір әкімшілікте жұмыс істейміз. Қазіргі ішкі саясатқа басқармасына қосылғалы бері біз қайтадан жаңа бағыттарын ашып, жаңаша қарап жатырмыз. Ең бірінші орталықты біз екі бағытқа бөліп жатырмыз. Біріншісі жастардыңға қызмет көрсететін орталық. Бағыт-бағдар беретін, оқытатын, жұмысқа орналасуына, мынау НИИТ жастары, пробация дейміз. Солардың барлығын біз бір бөлікке бөлдік. Екінші бөлік бұл шығармашылық. Шығармашылық жастармен жұмыс істеу, жаңағы іс-шараларды ұйымдастыру, олардың потенциалын ашу, олардың өмірге деген көзқарастары бойынша жаңағы әлеуметтік жобаларға атсалысу, небір әлеуметтік жобалар бағытында жұмыс істейтін екі бағытқа бөлдік. Жастарға қызмет көрсету орталығы негізгі жұмысы бізде қазіргі жастарды оқу орындары бітіргеннен кейін жұмыспен қамту орталығына барады.
жұмыспен қамту орталығына барған кезде тіркеледі жұмыссыз болып, олардың бір жолдама береді, ары қарай жұмыс істейді. Ал ары қарай біздің екі ортада осы бармайтын жастар қалып кетеді университет бітіргеннен кейін. Одан кейін осы жолдаманы алғасын кейін жұмысқа орналаспайтын жастар қалып кетеді. Осы екі ортадағы процесті ары қарай нығайту үшін біз осы орталықты ашып, осы орталықтың жұмысын кеңейтпекшіміз. Алдағы жоспарымызды қойдық, мақсатты белгіледік, үлкен концепциясын жасадық. Оның негізгі мақсаты сол жерде біз нақты уже нүктелі жұмыстар атқаламыз. Білінеді сол жерде қай контингентті біз оқытамыз, қай контингентті біз жұмыс істейміз, қай контингент бізде жұмыс істеп жатыр. Сол жұмыс істеп жатқан жастардың өзінің ішіндегі олардың қазіргі таңдағы проблемасы, жастармен кездесетін проблемаларды анықтау, зерттеу орталығы, ары қарай олармен жұмыс істеу, одан үлкен стратегиялық заңдылықтарға өзгеріс енгізетін методологиялық бір бөлімдер ашып жатырмыз. Сонда ғана бұл жастардың жұмысы жүйелі жүреді. Өйткені сіздер байқасаңыздар, жалпылама жастар дейміз, жастардың өзімен өзі жүргенін пайдаланып, тек қана бір жеке бір топтармен жұмыс жүргізіп жатыр. Ал негізгі жалпы жастарға бір бағытталған стратегиялық кәдімгі бағдарламалар қажет. Мемлекеттік бағдарламаларға ұсыныстар беру керекпіз. Қазіргі таңдағы жастардың арасында проблемалар бұрындағыдай емес. Қазіргі жастардың жақсы. Осы жастардың арасындағы кезек күттірмейтін ең актуалды деген бір мәселені айтып беріңізші. Ең актуалды деген мәселе жаңағы жұмыссыздық қой. Оны жастардың жұмыссыздығы және олардың ең негізгі жұмысқа, ең бірінші жұмысқа орналасуы және де алған дипломдары бойынша жастардың жұмыс істей алмауы. Жақсы, дәл осы мәселеге байланысты ішкі саясат басқармасы қандай жұмыстар атқарып жатыр? Оның көрсеткішін қалай көрсетуге болады? Енді жаңадан бері айтып жатырмын ғой, біз сондықтан да жастар орталығының бағытын екіге бөлдік. Жастарға қызмет көрсету орталығы, кәдімгі жұмысқа қамту орталығының функциясын біз алып жатырмыз. Негізгі функциясы қаладағы қаншама жастың жұмыс қамтылуын қамтимыз. Кәдімгі бізде нағыз статистика болады. Бұрындағыдай жастардың жұмыспен қамтылмаған пайызы 8-3, 8-9, ол пайыз қаяқтан шығып жатыр, қалаяқтан келіп жатқан ешкім білмейді. Нақтылап бізге тізімі де жоқ. Сондықтан біз Шымкентте нақты тізім жасайтын, оның ішінде қаншасы жұмыспен қамтылған, қандай секторға барған, жұмыспен адаптациясы қандай, ұсынылған мамандығы бойынша жас жұмыс істей алады ма, соның барлығын зерттейтін кәдімгі үлкен орталық ашып жатырмыз. Ол жерде көбісінде даже электрондық соның да услугасын қоймақшымыз. Одан кейін оқытулардың да ұсынысын қоймақшымыз. Барлық мемлекеттік бағдарламаларды толыққанды жастар қамтамасыз ету үшін жағдай жасамақшымыз. Ең басты проблемасы осы деймін. Жастардың мына оқу бітіргеннен кейінгі оқуға түсер алдындағы өмірлік жолдарын дұрыс таңдау. Жақсы. Осыдан сіздің сөзіңізден аңғарған тағы бір мәселе туындайды. Бізде жалпы қай сала болса да статистиканы көрсетуді қателіктерге бой алдырамыз. Енді ол статистиканың өзіне байланысты. Бірақ жалпы Шымкентте ақпараттық талдаумен шынайы түрде айналысатын мамандар бар ма? Соның маманына айналған, әбден машықтанған. Енді сол үшін біз орталықты негізгі мақсаты сол. Ақпараттық талдаумен айналысу. Ақпараттық талдаумен айналысатын бізде арнайы ақпараттық коммуникациялық орталық бар. Бүкіл Шымкентте шығып жатқан ақпараттарды талдаймыз. Күнделікті мониторинг жасалынады. Қандай жаңағы аналитикалық материал шықты, қандай ақпараттық материал шықты, оның ішінде қайсы мемлекеттік бағдарламаларға бағытталған, қандай аудиторияға бағытталған және де сыни мақалалар қай тақырыпта шықты. Оның негізгі контент талдау бөліп кетеді, ол сандық талдау, жаңағы цифрлық таңдау, динамика кетеді, одан кейін сапалық таңдау кетеді, ол жердегі уже аналитикасы кетеді, одан кейін жаңағы критиканың өзіміз бөліп талдаймыз. Ол жерде критика қазір резонанс туғызатын қандай мәселеге көңіл бөлуіміз керек. Сол бойынша ішкі саясат күнделікті анализ жасап ұсыныстар береді. Жақсы. Мына бағытта көңіл бөлу керек. Қазіргі таңда мына бағытта резонанс туып жатыр. Сондықтан сол басқармалармен тікелей байланыс орнатып, біз ары қарай олармен жүйелі жұмыс істейміз. Не болмаса сұхбатқа шақырамыз, брифинг өткіземіз, жаңа күттірмейтін мәселе болса, не кез келген мәселеге жауапты беруін қадағалаймыз. Жақсы, жаңа резонанстың туына байланысты. 2019 жылы президент Қасым-Жомарт Тоқаев еріктілер жылы деп жариялады. Енді бәріміз қуандық. Еріктілер жылда еріктілер әжептәуір ерліктер жасады деп айтуға болады. Мақтааралдағы жағдай немесе қаладағы пандемия кезіндегі белсенділіктері. Бірақ одан кейінгі еріктілерді марапаттауға келгенде қателіктер бой алдырған сияқты. Олардың лайық немесе лайық емес дегендігі туралы әлеуметтік желіде түрлі пікірлер жазылды. Оған өзіңіз куә шығарсыз. Енді айтыңызшы, осы бізді еріктілерді марапаттауымыз белгілі бір тарапта оларды
атақ құмарлыққа, мансап құмарлыққа қарай тәрбиелеп жатқан жоқ па? Олардың марапатына біз қаншалықты мотивациясынан қаншалықты эффект күтуіміз мүмкін болашақта? Негізі марапат дегеннің өзін өздеріңіз білесіздер, ол әр мемлекетте, бәрібір неде қоғамда бір мемлекеттік биліктің назарын күтеді. Осылар бізді байқап жатыр ма, біз қаншама жұмыс жасап жатырмыз. Ол марапаттардың өзін байқасаңыздар, алғыс, жаңағы осындай жұмысты, қоғамдық жұмыстар атқарған үшін билік тарапынан бір алғыс білдіріп жатады. Сондықтан да біреу лайықты емес деп айтудың өзі өте қиын. Өйткені барлық ұсыныстар ашық жарияланып, атқарылған жұмыстар бойынша ұсыныстардың арасында берілген марапат негізінде барлық үкіметтік ұйымдардың барлығына кез келгеніне сұрасаңыздар, осы волонтерлықпен айналысып жүрген адамдардың барлығына ұсыныс берілген. Бірақтан бұл кезде ол май айында берілді. Ал бірақ негізгі пандемиямыз біздің маусым, шілде, тамыз айларында болды. Сол кезде шынымен осы уақытта жұмыс істеген жастардың көбісі белсенділіктер танытқандары ол тізімге кірмей қалыпты, ренжіп. Оған ренжудің қажеті жоқ. Мен лайықтымын, сен лайықсызсың деп жастардың арасында әрқайсымыз бір-біріміздің қуанышымызға қуана білу керекпіз. Әркімнің өзінің кезегі болады. Оны бәрібір халық көріп отыр. Халықтың ішіне қаншама бір-біріне алғыс айтып отыр. Ең ең марапаты ол халықтың алғысын алған марапат. Ал тізімнен қалып кетіп, тізімге ілінбей, жаңағы бір медальға, марапатқа таласқан ол дұрыс емес. Көбісі желіде жазып жатты бір-бірінің марапатын көрмей, ол ақталып жатты, мен ананы істедім. Ол бізге ең біріншісі ол ұяттылық деп ойлаймын. Әрине. Ол біреудің қуанышына қуана білу керек. Қазақта әдемі сөз бар ғой, шығысты болсын деген. Ендігі жолы ол да азаматқа да бұйырар. Бүгін көрінбеген жұмысын ертең көрер. Сондықтан да әркімнің әр нәрсенің өзінің орнымен, сәт-сәтімен дейді ғой. Сол сияқты атқарылған жұмысты ең бастысы халықтың алғысына бөлінген. Жақсы, енді бір сөзбен айтқанда, олардың марапаты, оларда немесе біздің жастарды атақ құмарлыққа сүйреп жатыр ма, жоқ па? Жоқ, ешкім одан бір дан қалып, бір болашақта ешқандай бір қауіп күтуге болмайды. Ол тек қана өзінің жетістігі, әр адамның өзінің жеке жетістігі. Кез келген адам да мысалы жақсы пікір айтады ғой, алдында жұмыс орындарында, қоғамдық жұмыстарға арналды. Қазіргі осы мәселені қозғап жүрміз, осы біздің мынау резюме дейміз ғой, сол жерде қоғамдық жұмыстарға қалай атсалысты. Өздеріңіз байқасаңыздар, дамыған мемлекеттерде көбісі соған көп назар аударады. Ол адамның өзінің жауапкершілігін, ортада қалай ұстаудың, көпшілдігін, жалпы бейғам емес па, азаматтық позициясы, белсенді азамат ретінде қалыптасатын критерийлерді осы қоғамдық жұмысқа атсалысқан бағыттарынан көреді. Сол жерлерде мысалы жазып қойса болады, мен мынандай ұйымда кезінде мынандай жұмыс жасадым, мынандай алғыс алдым, мынандай марапат алдым, жұмыстарым мынандай бағытта білген. Соның барлығында келешекте жастар көптеген тәжірибе деп ойлаймын, ең біріншісі. Ол ең біріншісі анау істегенің маған жақсы, үйренгенің өзіңе жақсы деп қазақтар бекер айтпайды ғой. Сондықтан да ондай қоғамдық жұмыстарға ерік болып жүрген жастарды ондай ұтпаса ұтылмайды ешқашан. Жақсы. Қателеспесем, 1992 жылдан бастап мемлекетімізде мемлекеттік дарын жастар сыйлығы беріле бастады. Одан бері жыл сайын Шымкент қаласы үздік жастар премиясы жастарға сыйланады. Енді жақын уақыт қалды ғой. Енді айтыңызшы, бұл сыйлықтарына беріліп жатқан ұзақ уақыт болды. Осындай сыйлықтар, марапаттар жастарға әлеуметтік лифт қалыптастыруға мүмкіндік бере ме? Жалпы әлеуметтік лифт деп қарастыруға бола ма осындай марапаттар? Әрине, кез келген жастың өзінің ең біріншіден өз жастың жаңағы жетістігі. Одан кейін сізді таңдау болған кезде, сіз өзіңізде жұмысқа қандай жасқа алғыңыз келеді. Қазір бәсекелестік заман ғой. Сіз бәрібір 100 жерден жаңағы мынау білімі қызыл диплом болып тұрса да, бір талантты, өз қоғамда орын тез табатын, ұйымдастыру қабілеті мықты адамды алғыңыз келеді сондай бөлімдерге. Сол кездерде ол бәрібір халық көреді оның барлығын. Марапатталады, сіз ойлаңыз, дарын сыйлығының лауреаты деп айтқан өзі қандай керемет. Ата-анасының алдында, қоғамның алдында, беделінің алдында. Сондықтан да ондай марапаттар қажет деп ойлаймын жастарға. Оның бәрі алуға асығу керек, ұмтылу керек. Біреу алмаса, енді қасында құрбысының алғанына қуану керек. Сондықтан да ол марапаттың көп болған жақсы деп ойлаймын қоғамда. Оның барлығы мемлекеттің қоғамдағы азаматтарға назар деп біледі. Жалпы әрбір марапат ол мотивация тудырады. Сіз де өзіңізді біреу жақсы деп айтса қуанасыз, ата-анаңыз жақсы деп айтса қуанасыз. Әрине, ата-ананың сол ортада қуанасыз. Сондықтан сізбен қоса қанша достарыңыз қуанады, менің досым, группаласым, кластасым деген сияқты. Сондықтан да ол марапаттар қажет деп ойлаймын. Жақсы. Және керек те. 2017 жылғы статистика Қазақстан бойынша 3000-ға жуық қарындасымыз мектеп жасында оқып жүріп жүкті болған.
бұл өте үлкен мәселе. Идеология саласында да, саяси тұрғыда алсақ болады. Енді дәл осы сияқты проблема енді 3000 қатарында шымкенттіктерде жоқ деп айта алмаймыз. Енді дәл осындай мәселені шешу үшін сананы өзгертуге емес, нақты статистика немесе болған жағдайды, ситуацияны өзгерту үшін қандай шаралар атқарды? Сіз ойлаңызда, ол қоғам болғасын кейін, оның барлығы саяси жүйедегі өзгерістерге байланысты. Кез келген, мысалы біз коммунистік қоғамнан резко демократиялық қоғам болып ол қаншама экономикалық, әлеуметтік қиыншылықтар болды. Бұның барлығы әр адамның ең бастысы отбасы қалыптасудағы күйзеліс кешірді. Сол күйзелістің аясында көптеген отбасы айырылысты. Содан келген ұрпақ қаншама зардап шекті. Соның барлығы айналып келген кезде мына біздің ең бірінші тәуелсіздігінде адам деген жас бала сияқты жалтақтап тұрған кезде дінде кірді, жаңағы коммерцияда кірді, барлығы ашылды, сана өзгерді, жастардың психологиясы өзгерді. Сол кездегі сіз айтып тұрған жаңағы статистикада көбейді. Оның барлығы не? Отбасы құндылықтарын сақтай алмағандықтан. Отбасы өзіміздің соншама жыл қанмен келген салт дәстүрді ұмытқандықтан. Оның барлығын айналып келгенде сол жастарды кінәлауға болмайды. Ол сол кездегі жүйе, сол кездегі қоғамдық орта, барлық факторлар әсер етті сол кезде. Сондықтан да сондай статистикалар орын алған шығар. Олардың барлығын қазір ол статистикалар жою үшін қазір небір бағытталған жұмыстар жүргізіп жатыр. Жаңағы жастарға арналған оқуын алу үшін гранттар көбейтіп, мемлекет тарапынан әрбір баланың мектептен, балабақшадан мектепке шейін, вузға шейін барғанына қаншама қаржы бөліп жатыр. Сіз бізде ең осы мемлекеттердің ішінде тегін білім алу, балабақша, мемлекеттік балабақшаның өзін қарасаңызда қаншама гранттар, отбасы төмен, көп балалардың балаларына, ауыл жастарына қаншама тегін оқуға көмектерін беріп, осының барлығы сол бағыттарға арналған жұмыстар. Тәрбиелік жұмыстарға да көп мән беріп жатырмыз. Оның барлығы қазір бұрындағыдай бір партиялық жүйемен қинап емес, еркін форматта өтіп жатыр. Ал әр адамның санасы қалай оны қабылдайды, мәселе сода. Әр бала оны қалай өзі түсінеді, сода өзінің ортада қалай ұстауы сода. Оның барлығы қанмен де келеді. Мен ойлаймын, біздің салт дәстүріміздің өзінің айнымаған бәрібір генетикалық код дейміз ғой. Ондай қателік жасап тұрған жас болса да ары қарай тұрып кетеді. Ең мықты біздің бойымыздағы қасиетіміз, ең мақтанатынымыз, ол біз ең бірінші тарихымызбен, өзіміздің салт дәстүрімізбен адам тез жиналады. Соның барлығы әсер етеді деп ойлаймын, ол бір өткінші кезең деп ойлаймын. Бұдан да өтерміз, қазіргі жастарда ондай ой жоқ. Керісінше, қазір қыздар да, жігіттер де өте ақылды, барлығын біледі, барлығын істейді. Ол уақытша процесс, сол уақытта көптеген жұмыстар атқарылды. Рухани жаңғырудың өзінде көбісі түсінбейді, бір түрлі түсті құс ұшып келе жатқан сол эмблема болса содан асып кетпейді. Ал ішінде небір жаңағы бір прагматизм дейміз, бәсекелестігі, сананың ашықтығы, мәдени, оның барлық ақпараттығы бар, мәдениеті бар, білімнің жаңағы салтанат құруы бар, эволюциялық жол, оның барлығын түсінген адам, оның барлығы біздің жаңағы салт дәстүріміздің бүгінгі күнге шейінгі революцияны жасып, қазіргі алдағы бағыттарға стратегиялық жоспар құруға бағытталған дүние. Ол өз-өзін адам санасын өзгертіп, жаңа бағытқа қарап, жоспарлау барлығын. Соған бәсекелестікке қабілетті деген сенің уже біліміңмен, тіліңмен, өзге тілді үйренуіңмен, қазіргі IT технологияны меңгерумен ғана сені озатын заман келе жатқан санаға түсіну, балаға енгізу. Соның көпшілігі түсінбейді оның барлығы. Оның барлығы жалпы стратегиялық бағытта ғой. Идеология деген сананың өзгеруі ғой. Адамның санасының жаңғыруы, сананың өзгертуі. Сол сияқты біз ең бірінші сананы жаңғыратын кезде біз айтады ғой, болашақты болжау үшін арттағы тарихты білу керек. Сен әрқашанда өзің тарихыңды, салтыңды, дәстүріңді білсең, сен болашаққа әрқашанда дұрыс жол таңдап, бейімделіп, соған өсуге ұмтылуға үйренесің. Сен өзіміздің тарихымызды оқысаң, анау қазіргі археологиялық дүниелер табылып жатыр ғой. Сақ ғасырынан, сақтардан, ғұндардан қандай болғанбыз? Адамды аттың өзінің алтында баптаған қандай қанымыз? Соның бәрі біздің тектілігіміз, соның бәрі жоғалған жоқ, оның бәрі біздің қанымызда, бойымызда, сүйегімізге сіңген. Соны алып шығып, любой қиындықты жеңіп, кез келген жағдайдан шыға білетін, ол біздің өзіміздің рухымыз. Сөз жоқ, рухты қалыппыз. Енді экономика жағына кішкене ойысып көрейік. Жастардың жұмыссыз болуынан бөлек, тағы да сол жұмыстық негізінен шығар бәлкім отбасы болу немесе тұрғын үй мәселесі үлкен актуалды бүгін жастар үшін. Жалпы өзіміздің айналамызда әлі күнге дейін пәтер жалдап тұратын жастардың саны жеткілікті. Енді жастарды баспанамен қамту
бағыты бойынша қандай жүйелі жетілген бағдарламалар бар? Былтыр көрдіңіздер ғой, ең бірінші осы жастар жылына байланысты жастарға көп пәтерлер берілді. Ол ең біріншіден кез келген жастың тұрған кезде арманы, үйге жетем, қоғамда жаңағы жетістікке жетем, машина аламын деп ұмтылады ғой, материалдық жағынан. Ол ұмтылыстың болғанда дұрыс. Соған ұмтылады, жас жұмыс істейді, жинайды, ол кәдімгі мақсат қояды соған жетуге. Ал егер де барлығы дайын болса, қазір біздің ниет жастарымыз дегеніміз ол не ол? Золотая молодежь ол кәдімгі. Ата-анасының қамқорында қолында диплом бар, жұмыс істемейтін жастар бар қазір бізде әдемі. Үйінде отырады, ата-анасына қарайды, ешқандай ұмтылыс жоқ өткен. Ода үй бар, көлік бар, жаңағы табысы бар, әке-шешесі беріп қойған. Сөйтіп жалқау жастар келе жатыр. Сол жастардың барлығы қаяқтан шығып жатыр. Біздің жаңағы золотая молодежь дегеніміз сол, алтын жастарымыз. Сондықтан да әр жас өзін дамытамын деген жас ұмтылу керек деп ойлаймын. Ешкім өзіміздің артымыздан келе жатса барлығы ұмтылыста болады. Жұмыс істеген кезде ол стимул ретінде ол кез келген жас үйді алады. Бізде баяғыда айтатын еді ғой барлықтарыңызда, бәрі жетеді, бәрі өз кезегімен, өз орнымен. Жап-жасты болып алып, кейбір жастар бар, жап-жасты бәрі бар ода. Ол өзінің қай жақтан келген еңбегімен, жауапкершілігімен өмірге ұмтылсын. Жаңағы жас кезде адам шаршамайды ғой. Энергиясы көп болады, күні-түні жұмыс істейді, екі жұмыс істейді. Ол кез келген қазіргі заманда жас бір 2-3 жылда үй алуға шамасы жетеді. Жалпы бір сөзбен айтқанда, жағдай жасауға. Жағдай жасауға. Тек қана жұмыс істесеңіз болды, үй аласыз. Ол сіз госпрограммаға да қарамай қаласыз қазір. А бірақ госпрограмма жағдайды оны жасап қойған. Жеңілдіктер көп. Қазіргі біздің баяғы режим емес қой қазір. Демократиялық қоғам. Сіз қалай табыс тапсаңыз да өз еркіңіз. Ең бастысы ерікпен өз еркімен жұмыс істеген жұмыстың табысы мол болады. Ол қалай қабылдасаңыз да неше түрлі кредиттер беріп жатыр. Қай салаға барсаңыз да кәсіпкерлік ашамын десең де, мал шаруашылығымен айналысамын десең, тағы да болмасын тағы гранттар оқимын десең де, бүкіл сала бойынша мемлекеттік бағдарлама жасаған. Тек қана соны көзің ашып, оқып, өзіңе керектігін ала білген адам өмірде барлық жетістікке жетеді. Сол кезде үйіңде болады, жайыңде болады. Сол экономикалық көрсеткіш бізде Қазақстанда жақсы, өте жақсы. Сіз өзіңіздің адамның тұрмыс тіршілігінің дамығанын көріп тұрсыз ғой. Қазіргі мен 10 жыл, 20 жыл бұрынғы Қазақстанды салыстыра алмайсыз. Әрине. Келесі. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та, президент Қасым-Жомарт Тоқаев та жалпы ашық қоғам туралы көбірек айтты. Көп айтты. Енді айтыңызшы, осы ашық қоғам немесе ашықтық деген дүниеге біздің Шымкент дайын ба? Әрине дайын. Сіз ойлаңыз, күніге біздің басшылардың бәрі тікелей эфирге шығады. Қаншамасына сұрақ қойып жатыр. Қаншама кез келген адамды қабылдайды. Қабылдау күндері. Мынау ашық әкімдік деп жатырмыз. Қазір барлық сіздерде мысалы ашық басқарма басшысына кез келген сұрақты қойып алдарыңызға әкеліп қойып жатсыздар. Жастарға да жақын. Сол сияқты бүкіл контингентке қалаға жақынсыз. Ешкім қазір бұрындағыдай кабинетіне тығылып немесе жоқ емес, барлық әлеуметтік желіге тіркелген, кез келген адам кез келген уақытта желіге жаза алады, мессенджеріне болсын, жекесіне болсын, WhatsApp-ына болсын, кез келген сұрақ бойынша барлығы дайын жауап берді. Бұрындағыдай мен жауабымды қойып едім сұрағымды, ешкім жауап бермей жатыр деген жоқ. Кез келген кезде жаза салады екен желісіне, мен мынандай басқарма басшысына сұрақ қойдым, жауап бермей жатыр деп. Енді бұл жерде ешкім моментально ғой, сіз секундтың ішінде бәрі жазады, отыра қалады да жазады. Қазір ұзақ мәселе болса өтеді, мен сіздің мәселеңізді түсіндім, қазір қараймын, мынанша уақыттан кейін жауап бере аламын. Не болмаса сол моментте болса, келіңіз, қабылдау мына күні сізді жазып қойдым, келіңіз. Ашықтық деген сол деп ойлаймын қазіргі. Ешкім биліктен қашып жатқан жоқ, биліксіздерден, халықтан қашып жатқан жоқ. Билікте жүрген адамның өзі осы Шымкент қаласының тұрғындарымыз, өзі осы елдің халқымыз. Сол сияқты ол жерде күнделікті проблеманы ол тек қана халықтың көрген проблемасы емес, ол бүкіл осы жүйеде жүрген адамдар да онымен күнде кездесіп жатыр. Соны шешу үшін күнделікті ұсыныстар айтылады. Осы жақындағы барлық проблемасына армянский номер бойынша ол оны да шешті, қаншама жиналды, ұсыныс берді, айтты. Бірақ әр жүйенің өзінің нормативтік құқықтық актілерді қабылдауға сәл уақыт беру керек болды. 2020 жыл Шымкент қаласы ТМД мемлекеттерінің мәдени астанасы. Біз енді әрине карантин қатты әсер етті, мойындау керек. Бірақ Шымкенттің мәдениетін ТМД-ға қаншалықты таныта алдық? Дұрыс сұрақ, өте орынды. Өйткені осы шараға мен өзім бардым. Брест қаласынан барып, как раз эстафетасын алып келгенбіз.
Бұл тмд елдеріндегі мәдени астана дегеніміз ең бірінші бұл не үшін жасалып жатқан дүние екенін білу керек. Біз бұл жердегі негізгі мақсат, біз мегаполис атандық қой, Шымкент. Ол жердегі ең кіші қаланың үлкен бір қалаға айналуы, сол жердегі мәдени ошақтардың дамуына әсер ететін сондай бір эстафета болды. Кез келген ол жердегі мемлекетте Велосипедес деген қала бар, шағын қала. Сол жақтағы қаладан алып келдік. Ол қалада да шағын қала болғандықтан ол жердегі мәдени нысандарды дамыту. Бүкіл тмд елдері әкеп өздерінің жаңағы театрын көрсетеді, бүкіл өнерінің жаңағы операдан бастап, жаңағы эстрада жұлдыздарына келеді. Ол жердегі сол жылды пайдалана отырып, сол мемлекеттің мәдени ошақтарын дамыту. Сол сияқты бізге Шымкенттің мегаполис аталғалы бері мәдени астана болып, өзінің мәдени нысандарын түгелдеп, дамытып алу. Бүкіл тмд мемлекеттер дамыта алдық па? Сондықтан да ол жерде бір мәселе, бізде қонақтар ең бірден карантин болып келе алмады. Жоспар өте жақсы тұғын. Көптеген іс-шара бар тұғын. Көптеген театрлар, басқа тмд мемлекеттерінде орналасқан көптеген мәдени ұйымдардың келіп, өздерінің өнерлерін көрсетіп, солар арқылы біздегілер кәдімгі тәжірибе алмасу сияқты дүние тұғын. Олардың барлық жақсы дүниелерін біздегі алу, біздегі жоқты түгендеу, сол мақсатта жасалған бұл идея, сол негізі мәдени астана. Ол бір күн болып келесі бәріміз мәдениетті болып қаламыз деген дүние емес, оны шолақ қарауға болмайды. Ол біздің жаңадан осы мегаполисте қанша мәдени нысан болу керек, оның мәдениеті қалай даму керек, қалай қалыптасу керек, жеткілікті ме халықтың тұрғындарына мәдени нысандарымыз. Мәдени нысан дегеніміз жалпы не, оның ішіне не кіреді, қалай дамытамыз. Олар мысалы сол жылдары өздеріне детский кукольный театр сондай соғып алды мәдениет, өйткені сондай жоқ екені барды. Сол сияқты бізде қай өнер, мәдениет өнерінің жоқ. Біздің облысқа көбісі көшіп кетті, қалған қалды, соны түгендеп алу үшін, соның аясында көп нысандарды ашып, небір группаларды ашу үшін, білесіз ғой, әр нәрсенің өзінің мәдениеті бар. Соны дамыту үшін жасалған дүние тұғын. Ол біздің келгеннен ешқандай не туған жоқ, бірақ онлайн форматта біраз іс-шаралар өтті, оның барлықтарымыз көрдік. Бірақ келіп біраз тәжірибе алмасу, көзбен, қолмен сахнада болған дүниелер болмады. Жақсы. Шетелден ешкім ұшып келе алмады ғой. Әрине карантин уақыты оны дұрыс түсінуге болады. Қалай болса да оң дәреже қабылдай алуға болады. Осы тұрғыда турист тарту мәселесіне байланысты қарашы, Түркістан десе, Қожа Ахмет Яссауи атындағы кесене есімізге бірден түседі. Және оның қалай қалыптасқаны туралы аңыз бүкіл түркі әлеміне ортақ, бәрі біледі. Ал Шымкенттің тарихында сондай да бір аңыздар бар ма жалпы? Егер Шымкентке келген адамдар болатын болса, міндетті түрде айтылу керек тарих, міндетті түрде олар білу керек аңыз деп қандай оқыған айтар едіңіз? Шымкент ол аттың өзі бұрыннан бренд болған. 2200 жылдық тарих бар бізде. 2200 жылдық тарихы бар. Сіз кез келген өңірге барып, қайта Түркістан десеңіз, сізді білмеуі мүмкін. Шымкент десеңіз біледі. Оңтүстік, ол өткенде де бір соцопросты көрдіңіздер ғой, бір жастардың арасында. Түркістан облысы қашан Қазақстан құрамына кіреді десе, бәрі білмейді. Көрдіңіз бе? Ал сіз Шымкент деп айтыңызшы, оны барлығы біледі. Шымкенттің өзінің тарихы, өзінің орны бүкіл ел біледі. Басқа Шымкенттің тарихы терең екенін біледі, оның жасыл қала екенін біледі, халқының көп екенін біледі, өзінің инфраструктурасы дамыған мемлекет, ол қанша жылдан бері осы оңтүстік өңірінің орталығы болғанын біледі. Сондықтан да біздегі жаңағы зоопаркымыз бар, біздің дендропаркымыз бар, мынау қазіргі таңда орталықта ашып жатқан ескі қалашықтағы археологиялық зерттеулер бар. Одан кейін киелі жерлеріміз бар, Мәртөбеміз бар, Исфитжаппен жаңағы не бар, оның барлығы осы киелі жерлердің 7 нысаны бізде бар. Сондықтан да туристік нысандарды тартуға бағытталған нелер өте көп жұмыстар атқарып жатыр. Цитадельдің жұмысы бітсе де, осы Шымкентке келуші халық көп. Бәрібір де өздеріңіз байқайсыз, қонақжайлылығымыз бар, менталитетіміз бар. Пәленбай жылдан бері орталық болған. Шымкент десе ең бірінші жасыл, гүлденген жақсы қала емес. Жақсы. Жанар ханым, жалпы басшы адамға, басшылық саяси мәселеге кішкене ойысып көрейік. Басшы адамға қандай критерийлер қоясыз? Жалпы басшы деген қандай болу керек? Өзіңіз үлгі тұтатын қандай басшылар бар? Енді кез келген мемлекеттік қызметкер өзінің үлгі тұтатын басшылар болады. Ол ең біріншіден ең лидері осы президент. Сол кісіні үлгі тұтады. Сол кісіге қарап бой түзейді барлығы. Сол мемлекеттік жүйедегі ең жоғарғы адамға қарап бой түзейді. Кез келген жас та болсын, ортасындағы өзінің көшбасшысына қарап бой түзейді. Сол сияқты әр мемлекеттік қызметші сөйтіп өзіне идеал тұтады деп ойлаймын.
Ал өзім мемлекеттік жалпы басшыдан ең бірінші басшыға ең керекті қасиет ол мінез деп ойлаймын. Басшылық мінез. Мінез, көшбасшылық қасиет, жауапкершілік, еңбекқорлық. Осы қасиеттер бар адам ол басшы болады деп ойлаймын. И басшыдан сондай қасиеттер кез келген адам күтеді. Жақсы. Басшы қандай болатындығын түсіндік. Енді басшы есебінде айтыңызшы тағы да. Өзіңіздің қарамағыңыздағы жұмыс істейтін адамдардың тірлігі несіне қарап бағалайсыз? Не нәрсеге акцент бересіз? Тек қана жұмысына қарап бағалаймын болды. Берген тапсырманы дұрыс орындау, соның үдесінен шығу, соны дұрыс түсіне білу, и тап-тұйнақтай мерзімде орындау. Жақсы. Ондай адамдар көп па? Әрине. Жақсы, көп болсын, Жанар ханым. Олай болса біздің Айдардың негізгі бөлімі аяқталды. Екінші кезең философия майдан деп аталады. Жанар ханым, осы Айдарға келгенде білмей не екенін көбісі тосылып қалып жатыр. Қызық нәрсе, сіз мен қойған сұрақтарға жауап беруге 30 секунд уақытыңыз бар. Қысқа нұсқа, анық, толық. Дайынбыз ғой? Жарайды. Жақсы, тырысып көрейік. Бірақ мен дайын емес сияқты. Сізге сұрақ қоюға. Жақсы. Бастайық. Көрмеген жердің ой шұқыры көп. Өзіңізді болашаққа қай мекемеде елестетесіз? Өзімді болашақта қай мекемеде елестетемін? Мемлекеттік мекемеде елестетемін. Ақылсыз достан ақылды дұшпан артық дейді қазақ даналығы. Сіз қайсысын таңдар едіңіз? Ақылды дұшпан. Көршілестің тауығы біреуге қаз болып көрінеді. Қазақстан өзгеден не үйрену керек? Өзгеден не үйрену керек? Кеңдікті үйрену керек. Егер қолыңызда мәңгі өмір сүрудің билеті болса, кімге берер едіңіз? Мәңгілік билет дейсіз ба? Анама. Кіммен сұхбаттасқанды армандайсыз? Қай мағынада? Үлкен ғұлама ғалым болсын. Әрине зиялы осы көпті көрген азаматтармен ақылдасқанды ұнатамын. Қолыңызда алтын балық бар деп есептелік. Алғашқы 3 тілегіңізді айтыңызшы. Алғашқы 3 тілегім ең бірінші денсаулық, елдің тыныштығы, осы тәуелсіздігіміздің берік болуы. Керемет. Қазақтың батыр қыздарын атап беріңізші. Енді Таймирис деп айтамыз, Әлия Молдағұлова дейміз, Мәншүк Мәметова дейміз. Мен ойлаймын, көп балалы, жалпы белсенді әйелдердің барлығы батыр деп есептеймін. Батыс пен шығыс қазаққа қайсысы жақын? Екеуі де жақын. Шығыста өзінше жақын, батыста өзінше жақын ғой. Енді шығыс көбірек жақын ғой, өйткені Семей, Абайдың жері бар, ол жақта қазақилық бар, өздеріңіз көп ғұламалар сол жақтан шыққан, енді сол жақта қазақилық көп қой. Жақсы. Тәрбие айтудан емес, көрсетуден. Біз Жанар әпкеден не үйренуіміз керек? Әрине, ол айтқаннан гөрі іспен. Енді мен өзімнің өмірлік жолымда жаман емес деп ойлаймын. Жастайымнан университетте сабақ бердім, одан кейін мемлекеттік қызметке келіп, жетекші маманнан басшылық қызметке шейін өстім. Бір ауданда әкім орынбасары қызмет атқардым. Отбасылы болдым, 5 баланың анасымын. Сондықтан да мен өзімнің өмірлік жолыммен біраз нәрсені көрсеттім деп ойлаймын. Жақсы. Әйелдің басты құндылығы не? Басты құндылығы әйелдің ол өзінің отбасысы. Әйелдің басты қаруы не? Ең басты қаруы ол мінезі. Керемет. Жігіт қайтсе жігіт атынан айырылады. Екі сөйлесе. Сылтау мен себептің айырмасы неде? Сылтау мен себептің айырмасы сылтауда ол жаңағы жалқаулық деп ойлаймын. Себепте ол бір нәрседен қашу деп ойлаймын. Қисық арба жол бұзар, надан молда дін бұзар. Ал әлсіз басшы нені бұзуы мүмкін? Бәрі бұзады ғой. Жергілікті телевидениеда жастар көру керек 3 жобаны атаңызшы. Жастар көру керек 3 жоба. Барлығын көрген дұрыс деп ойлаймын. Жастар тек қана бір өздерінің жастарға арналған бағдарламаны емес, күнделікті әр жас өзіне қажетті мына Таңшолпаннан бастап ең бірінші жастарға айтатын жаңалық көру керек деп ойлаймын. Кез келген жас күнделікті болып жатқан біздің жаңалықты білген адам ешқандай жолдан жаңылмайды, не болып жатқанын біледі. Айтады ғой, жастардың ішіне всегда в тренде деп. Кім қазіргі заманда ақпаратты біледі, солда ең бірінші қару соның қолында дейді ғой. Феминизм деген не? Феминизмді мен екі мағынада қараймын. Жалпы феминистік қозғалыс қателеспесем Европада 18 ғасырда ең бірінші жаңағы
мынау орта әйелдің өзінің құқығын қорғау, өзінің төзбеушілік, жаңағы зорлық зомбылыққа төзбеушілік ретінде, өзінің әйел ретінде барлығына құқығын қорғау бойынша қалыптасқан қозғалыс. Ал екінші жағы қазіргі феминист деп айтады, қазір әйелдердің өз рөлдерін жоғалтып алған осы феминист болып. Жаңағы өзінің бала туу, отбасы болу, бір үйдің ошағына айналу, не болмаса жаңағы еркекпен текетіресіп өзінің әйел ретінде ұмытып, бүкіл еркекпен бірдей мен жүремін, мен бірдей тұрамын деген көзқараста сөйтіп жаңағы келіп енді әйелмен әйел өз отбасы құралады деген көзқарас кеткен. Ол уже бір фанатизм деп ойлаймын. Жақсы. Сондықтан да бұл түсінікті тек қана қоғамдық ортада, жалпы қоғамда өзінің құқығы тең ретінде қалыптасатын жағынан қарау керек. Ал жеке жағынан, отбасы жағынан әрқашанда әйел адам ол өзінің орны болады, табиғаты, отбасын құру, бала сүю, отбасы құндылықтарын жоғалтып алады феминист, жаңағы сіз айтып жатқан. Сөйтіп екі ұғымда қараймын. Сондықтан да тек қана мынау қоғамдағы орнының дұрыс құқықтарды пайдалану жағынан қарау керек деп ойлаймын. Сізге айтылған ең үлкен ақыл? Ең үлкен ақыл ма? Ең үлкен ақыл, үлкендерді сыйла, ешқашанда жаңағыдай үлкенге қарап сөйлеме. Оны кім айтты? Әжем айтты. Бақыттың формуласын айтып беріңізші. Бақыт неден тұрады? Мен ойлаймын, бақыт әр адам өзінің өмірдегі жаңағы көзқарасынан тұрады. Жанар ханым, мынандай қызық нәрсе, біз сізді комитет 300-дің құрамынан көрдік. Сіз тағы ненің құрамында барсыз, біз білмейтін? Мен көп енді біз мемлекеттік қызметшіміз ғой, ешқандай ұйымның құрамында жоқпыз, ең біріншіден. Ал бірақ өзімнің ортамда, өзімнің жерімде, әр жерде өзінің орным бар. Гәп ойнайтындардың құрамы бөлек па? Әрине. Рухани жаңғыру немен өлшенеді? Рухани жаңғыру адамның өзінің рухани санасымен, дүниесімен, біліммен өлшенеді. Керемет. Төр кімдікі болса, билік соныкі. Бүгінгі билік кімдікі? Халықтікі. Симатян, ер мен әйел теңелген жерде әлем бұзылады деген екен. Әлем бұзылды ма? Әрине. Бірақ сіз жаңағы айтып тұрмын, қоғамдағы, жалпы қоғамдық өмірде әйел мен еркектің белгілі бір өздерінің рөлі болады. Сондықтан да отбасылық жеке өмірде әйел адам бір сат төмен тұру керек. Ал жалпы өмірде барлық жағынан жаңағы көмектерді алу, кезекте тұру, бар жерде ол жерде бірдей болу керек деп ойлаймын. Жақсы. Түйенің бурасы жақсы, сөздің турасы жақсы. Әйелдің қайсысы жақсы? Ақылдысы жақсы әрине. Сізге ең көп қойылатын сұрақ? Қалай барлығын үлгересің? Қалай бәріне үлгересіз? Қалай бәріне үлгересіз? Енді үлгеру керек болғасын үлгеремін да. Әйел адамның 3 бақытын атап беріңізші. 3 бағытын? Бақытын. Бақытын? Ең бірінші ол әйел ана болу бақыты. Одан кейінгісі отбасындағы барлығына қажеттілік бақыты. Одан кейінгі жаңағы асыл жар болу бақыты. Сіз үшеуіне жеттіңіз ба? Жеттім. Керемет. Шымкенттің интеллектуалды жастары деп кімдерді атар едіңіз? Барлық жастарды атар едім. Барлық жастың бойында біздегі интеллект бар. Бәрінің бір жақта болмаса, бір жақта өзін дамытқан. Көбісі жаңағы бір ойлайды, көбісі спорттағы балаларға былай қарайды. Ал мен көбісін байқаймын, олардың ішінде де интеллектісі жоғары жігіттер көп. Сондықтан да бір бақытты айтуға болмайды. Ол табиғаттан барлығына бірдей берілген дүние. Оны дамыту әр жастың өзінің қолында. Сіз туралы айтылған ең қызықты пікір? Ең қызықты пікір мен туралы айтылған. Білмедім, естімедім, мен туралы бір қызықты пікір айтыпты біреу деген сияқты. Шымкентте өмір сүрудің 3 артықшылығын айтыңызшы. 3 артықшылығы? Бұл жақта Шымкентте ең біріншісі менталитет басқаша. Шымкентте бізде жаңағы салт дәстүрлеріміз сақталған, кеңдігіміз, кез келген ортаға келсеңіз жақсы қарсы алуы. Одан кейін бұл бір. Екіншісі жаңағы климаттың жылылығы. Үшіншісі барлық адамдарда Шымкентке не дейміз ғой, орта тез адамды қабылдайды. Біз ортаны өзімізге сіңіріп аламыз. Бізді мүмкін кемдіктер басқа жақта шымкенттік деп, ал шымкенттің адамдар басқа жақтан келген адамды еш уақыттан сен мына жақтан келдің деп айтпайды, өзіне сіңіріп алады. Сол қасиетті ойлаймын. Жақсы, керемет. Келесі жолы жобада кімді орныңызда көргіңіз келеді?
Әрине барлық мен алдындағы келген азаматтарды білмеймін, бірақ көптеген мықты азаматтар бар деп ойлаймын. Нақтырақ айтсам, Тағаева Гүлмира Жаппаровнан көргім келеді. Ол кісі осы жерде бір колледждің директоры. Одан кейін үлкен вуздыңқы Дарья Пернешқызын Қожамжарованың көргім келеді. Жақсы, жобаның осы сұрақтың ережесі бойынша келесі жолы жобаға сіз сол қонақты шақырып беруіңіз керек. Болды, шақырып беремін. Керемет. Ең соңғы сұрақ, жобаны 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Бүгінгі жоба. Жалпы жоба өте ұнады. Кез келген жастар армандайды ғой осы кісілерге. Жаңағы сұрақтарыңыз да өте жақсы ұнады маған. Артықшылығы сұрақтарында, жылдамдығында, динамикасында. И жастар көп көреді деп ойлаймын. Әркім өзіне қажетті жерін алды деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Бізде сізден қажетті, жалпы барлық дүниеңіз қажет қой. Жалпы әркім өзіне қажетті дүниесін алады. Егер алған болатын болса, ол біздің ең үлкен қуанышымыз.